Армысыздар, құрметті оқырмандар. Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ұйымдастыруымен көру қабілеті нашар азаматтарды ас үйге бейімдеуге бағытталған Тифло асхана жобасын ұсынады. Бүгінгі Тифло асхана жобасының ең алғашқы қонағы аяулы жар, ардақты ана, Қазақ соқырлар қоғамының мүшесі Оңғарбаева Қолқанат ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін қандай тағам түрін жасаймыз? Бүгін Тифло асхана жобасында бүгін нәзіктік салатын жасаймыз, яғни бәріміз білетіндей нежный салат деп аталады. Ол салатқа бізге керекті заттар пісірілген тауық еті, картоп пісірілген, сәбіз, жұмыртқа, сыр, және де қосымша сәндік үшін қызанақ және көкөністер қосылады. Ал енді асхана тізгіні өзіңізде. Неден бастайық? Бірінші тауық етінен бастаймыз. Тауық етін алып, төрт бұрыштап маялап тураймыз. Үйіңізде асханада қанша уақыт бөлесіз? Асханада қанша уақыт боласыз? Қандай тағам түрлерін жасайсыз? Үйде негізі көбінесе тамақты өзім пісіремін. Енді күнімнің көбісін асханада өткіземін. Яғни таңғы ас па, түскі ас, кешкі ас дегенде бәрін өзім дайындаймын. Тауық етін дайындап турап жатырмын. Майдалап тураймыз. Бұны төрт бұрыштап турайды екенбіз. Иә. Осы алғаш келін болып түскенде қиын болмады ма сізге? Әрине. Ең алғаш қандай тағам түрін жасап едіңіз? Әрине, алғаш келін болып түскен кезде қиын болды, әрине. Өйткені мен өзім қыз кезімнен ондай тамақ пісірмегенмін үйде. Жеңгелерім өздері істейтін. Осы келін болып түскеннен кейін барып үйрендім. Яғни енем үйретті бәрін. Ең бірінші пісірген тағамым макарон тағамы болған, тамағы болған. Соны пісіргенмін. Әрине, ол алғаш кезде қобалжулар нелер болады. Бірақ енді жақсы шықты деп ойлаймын енді. Тәтті деп жеді десеңізші. Жеді. Үйдегілер бәрі істеп, дәмді деп. Ары қарай уже үйреніп кеттім ары қарай. Жұбайыңызға қандай тағам түрі ұнайды көбінесе сіз? Қай тағам түрін көбірек жасайсыз? Жұбайыма негізі плов ұнайды. Манты, қамыр ауқаттар. Иә, қамыр ауқаттар, ет. Міне нәзіктік салатымыздың бірінші тауық еті дайын болды. Енді үстіне майонез жағамыз. Осылай істеп жағып аламыз. Қатты қысылып. Енді келесі және сәбізді күштен өткіземіз. Мінекей сәбізіміз. Күштен өткіземіз. Сәбізді үйде көп қолданасыздар ма? Бұрын бала кезімізде сәбіз жесек бойымыз өседі деп жатып жүрдік. Иә, әрине, сәбіз ол тағамның дәмін келтіреді. Кез келген салаттың болсын, тамақтың болсын, дәмін келтіретін сәбізсіз тамақ жасамаймыз, иә. Осы жақында естіп жатырық, сіздер үлкен байқауда жүлделі орын алдыңыздар. Иә. Ол қандай байқау? Не мақсатпен жасалып еді ол байқау? Иә, оныңыз рас. Осы біздің Тараз қаласының әкімінің ұйымдастыруымен мерейлі отбасы деген конкурс ұйымдастырған. Сол мерейлі отбасына біз жұбайымыз екеуміз қатысқанбыз. Сол жерде, яғни ол жобаның негізгі мақсаты отбасының қалай тұрмыс тіршілігі, қандай жетістіктері бар,
сондай мақсатта ұйымдастырған конкурс болатын. Сол жерде қатысып, қалалық әкімнің өз қолынан марапаттау несін алғанбыз. Құтты болсын. Қандай шарттар болды ол конкурсқа қатысу барысында? Қатысу барысында яғни қазақтың салт дәстүрін ұстану туралы, қандай жетістіктерге жеткендер, сондай сұрақтар болды. Тағамдарды қалай дайындау туралы сондай нелер болды, сұрақтары. Сәбізімізді түркідан өткізіп болдық. Енді Осы сәбізді енді неге тауық етінің туралған үстіне қоямыз ба? Сәбізімізді салдық үстіне, дайын. Енді үстіне майонез жағамыз. Майонез жағып. Үстіне майонез жағады екенбіз, иә? Майонезіміз енді сәл қалыңдауға, көбірек жағудың қажеті жоқ. Келесі? Енді келесі картоп. Картопты қайтадан тағы да үкіштен өткіземіз. Осы қазақта айтады, балалы үй базар дейді. Жақында естіп жатырық, нәрестелі болыпсыздар. Бауы берік болсын дейміз. Рахмет. Кім дүниеге келді? Қыз ба, ұл ма? Қыз бала. Қыз бала. Атын кім қойдыңыздар? Есімін Айзере деп қойдық. Атасы қойды. Қандай тамақтардан беріп жатсыздар ол Айзереге кішкентай? Қазір енді 4 айдан асты. Енді береміз тамақындай қосымша тағамдар. Пюрелер береміз енді. Жас аналарға қандай кеңес берер едіңіздер? Осындай 4 айлық баланы қандай тағамдармен қоректендірген дұрыс деп ойлайсыз? Негізі бірінші осындай нелерден көкөністерді, яғни сәбіз, картошка, солай езбесін дайындап берген дұрыс. Жемістерден бастамай бірінші осындай нелерді көкөністерден жемістер кейін 6 айдан бастап беруге болады деп ойлаймын. Бұнықта осының қазір келесі бөлігіне салатын боламыз, е? Әрине, үстіне салатын боламыз. Картоплымыз дайын болды. Енді сәбіздің үстіне саламыз. Картоплымыз дайын. Картоплымыз молырақ болған екен. Осы бөлігі жеткілікті. Келесі қандай көкөністерді турайтын боламыз? Ұнтта осылай үстіне қоя береміз ғой біртіндеп. Үстіне енді майонез жағуды ұмытпайық, е? Майонез жағамыз үстіне. Қазір мен жаға береміз. Майонезіміз сәл молырақ ашылыпты, сондықтан сәл көмектесіп жіберейін. Көбіректе салудың қажеті жоқ, себебі картоплымыз дайын, оның үстіне майонез жақтық. Енді келесі нені пайдаланамыз? Енді сырды күштен өткізіп, бұны да үстіне қоямыз қазір дайын болған кезде. Осы білгім келіп жүрген өзің сияқты көру қабілеті әлсіз азаматтарға асханада жүрген кезде қандай ережелерді, қауіпсіздік ережелерін сақтау керек? Әрине, бірінші көп қолданатынымыз бізде пышақ қой. Пышақты өз орнына қауіпсіз жерге қойып, сол жерден жайлап алып,
қолымызды жарақаттап алмас үшін ақырындап қолдануымыз қажет. Әрине басында мен келіп түскен кезде бірнеше рет қолымды кесіп алғаным бар. Одан кейін үйрендім ғой, үйреніп қазір енді дұрыс қолданып білсем, ешқандай Оған енді көп уақыт кететін шығар. әрине енді адам өзіне байланысты, қалай икеміне, иә, өзінің икеміне байланысты, қалай пышақты ұстауына байланысты, қалай турауына байланысты. Пышақты енді қолға қатты тақап істемей, кішкене асырақ ұстап тураған кезде. Мінекей оқырмандар, ескере жүріңдер. Міне сырымыз дайын. да дайын болды. Үстіне саламыз картоптың. Осы нәзіктік салаты деген осы сырмен байланыстырып айтқан ау деймін деп ойлаймын өзім. Әрине. Мен де солай ойлаймын. Мінекей сырымыз дайын. Енді келесі жұмыртқаны тағы да күштен өткіземіз. Осы асханада жүргенде өз басым ән, музыка қойып жұмыс жасағанды жақсы көремін. Өзіңіз? Мен де сол Кейбір жандар өлең оқиды, ән айтады. Иә, ән айтып істегенді ұнатамын мен де. Асханада жүрген кезде. Қандай әндерді айтасыз? Әндер көп жалпы. Енді осы біздің асханамызға байланысты әндер. Мерекелі дастархан, берекелі дастархан, ай. Осындай сияқты әндер ел аузында тәтті тағамдар жасап жүреді екенсіз, иә? ел аузында жүрген әндерді. Мінекей жұмыртқамыз да дайын болды. Бұны да осыны сырдың үстіне қоямыз. қоямыз ба? Қоямыз. Енді дайын болды. Помидор неге қажет еді? Ол қызанақ пен аскөк біздің салатымыздың сәнін келтіру үшін. Сәндік ретінде қызанақты гүл қылып турап, салатымыздың сәнін келтіру үшін қосамыз. Осымен бүгінгі салатымыз дайын. Баршаларыңызға осындай салатты жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы барлық тағамды жасайын десеңіздер де әрбір қоспалардың өздері қамтамасыз ететінін ескертеміз. Әрқашан Тифло асхана жобасына келуге шақырамыз. Осымен бүгінгі Тифло асхана жобасы өз мәресіне жетті. Қолқанат, сізге көп рахмет. Уақытыңызды бөліп, осындай нәзіктік салатын бізге жасап бергеніңіз үшін де алғысымыз шексіз. Сізге енді кітапхана ұжымының атынан мынандай кішігірім сыйлығымыз бар, қабыл алыңыз. Отбасыңызға бақыт, береке тілейміз. Рахмет. Біз енді оқырмандар қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.